شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Кімде-кім Алланың мейірімінен үміттеніп, шын жүректен ораза ұстаса, күнәлары кешіріледі. Алла тағала не себепті адам баласына қасиетті Рамазанда бір ай бойы таң қараңғысынан күн батқанға дейін ішіп жемнен, нәпсі қалауынан бас тартуды бұйырды. Осы бір ғана сұраққа жақсылықты сүйіншілейтін көл-көсір жауап табуға болады. Я, Алла ризалық үшін шын ықыласымен ауыз бекіткен мұсылманның сыйын ақырет күні бір ғана Алла береді, және оның мөлшерін пенделік түйсік өлшей алмас. Рамазанда ораза ұстаушылар кіретін Раян есігіне жолдама алады. Тағы таудай сауаптар. Ал бұл дүниедегі сыйы туралы не білеміз? Ең әуелі, иманның жартысын құрайтын алтын қасиеті сабырын шыңдайды. Күнәлар әлеміне айқара есік ашып беретін нәпсісін бұғаулап, өзіне бағындыра бастайды. Жаны рухани кемелдікке қарай ұмтылады. Бір қызығы, денсаулықтың жақсаратынын бүгінгі медицина дәлелдеп келеді. Американың соңғы кездері жазған журналында мен оқыдым. Солар ауруханада ауруларды екіге бөліп, бір ауруларға күніне бір рет чередовать етіп, бір күн ұстап, бір күн ұстамайтын ораза ұстатқызып тексерген, эксперимент жасаған. Яғни ол нейрохирургический ауруларға, жаңағы болезнь Альцгеймера деген Америкада өте көп. Яғни ұмытып қала береді. Жаңағы тез қартаяды, нерв тіндері, бастың нейрондары өліп қала беретін ауру. Соған эксперимент жасаған кезде жаңағы ораза ұстаған ауруларда нейрондары қайтадан жаңара бастаған. Таң қалған. Ненің әсерінен? Мүмкін басқа шығар десе, ораза ұстағанда да. Мінекей. Уәлихан Қошқарәліұлы еліміздегі балаларда кездесетін онкологиялық, яғни қатерлі ісік ауруларын ғылыми түрде зерттеген ең алғашқы дәрігер ғалым. Алланың қалауымен қатерлі ісіктің де алдын алуға болатынын айтқан ол, мұсылмандық 5 парызын орындай бастағаннан бері медициналық емдеу тәсілі мен түсінік танымы кеңейе түскенін айтады. Ал ораза ұстаудың пайдасы жайлы дәрігер ретінде таңнан таңға дейін айтуға дайын. Таңертеңнен кешке дейін, мысалға ораза уақыты басылған кезде 16 сағат бойы біз тамақ ішпей, тек қана тамақ емес, су да ішпей жүрміз ғой. Негізі былай алып қарайтын болатын болсақ, тамақ қалай жүреді? Ауызға алған тамақ шайнау арқылы, біздің сілекей безімізден сілекей арқылы тамақтар ыдыратылып, майдаланып, өңеш арқылы асқазанға түседі. Асқазанда ұйқы безі, поджелудочная железа, бауыр, печеннен өттен бөлінген сөлдер, яғни тамақты бөлетін специально гастроэнтерологический сөл деп айтамыз, гастрин, пепсин дегендер, солардың арқасында ішкен жеген тамағымыз асқазанда диірмендегідей құсап шыланады. Сөйтеді бәрі сол жерде кесіліп тазаланып деген сияқты 2-4 сағаттың ішінде асқазандағы тамақтардың барлығы асқазаннан ішекке қарай ауысады. Тонкий аш ішекке, аш ішекте 1-2 сағаттың ішінде олардың барлығы сөлімен айналып всасывание басталады. Яғни ас қорыту процестер жүре бастайды. Ас қорыту процесі негізі ауыздан басталады. Ауыздағы сөлімен айналу, асқазандағы сөлімен айналу деген сияқты содан басталады. Негізі асқазанымызда бізде 4 сағаттан кейін тамақ қалмайды екен. 4 сағаттан кейін асқазанда кетіп қалады. Соған байланысты мысалға медицинада біз өз өмірде де режим дейміз ғой. Мысалы таңертең сағат 8-9-да тамақ ішеміз. Одан түскі тамақ 12-1-де, арасы 4 сағат уақыт болып қалды. 12-1-де тамақ ішеміз, одан кейін 6-7-де тамақ ішеміз ғой негізі. Сол 4 сағатты пайдаланып отыру керек негізі нормада. Сонда 4 сағат сайын асқазан босап тұрады. Енді біз жыл бойы, 11 ай бойы асқазанымызда аузымызда тоқтамайды. Одан өңешіміз жұмыс істеп жатыр, асқазан жұмыс істеп жатыр, ұйқы безі жұмыс істеп жатыр, өт жұмыс істеп жатыр, бауыр жұмыс істеп жатыр, ішектердің барлығы жұмыс істеп жатыр, бүйрек істеп жатыр деген сияқты. Қуық безіміз, қуықтан сыртқа шығарылып жатыр деген сияқты. Міне, мұрнымыз сімбіреміз, аузымыз түкіреміз, осының бәрі жұмыс істеп жатыр. Қанша ағза? Мен жүректі айтып тұрған жоқпын. Себебі одан сорылғандардың бәрі қанға сорылады. Қаннан жүрекке барады, жүрек деген оның бәрі мотор болып айналдырады ғой. Қанша ағза жұмыс істеп тұр. Мінекей осының бәрін 12 ай жұмыс істеген нәрсені 1 ай демалтуға болады ғой. Біз деген өмір бақи 60 жыл өмір сүреміз бе, 70 жыл өмір сүреміз бе, солардың бәрі тоқтамай жұмыс істеп тұрады ғой. Біз Алла тағала Зүрият сүресінде айтады: "Мен сендерді және жындарды менған құлшылық ету үшін жараттым" дейді.
5 парызды берді. Яғни мысалға байлығың болса зекет бер дейді. Парыз. Байлықты көбейтетін зекет. Ал біздің денсаулығымызды күшейтетін ораза. Алайда ораза тұтуды аштықпен емдеумен шатастырмау қажет. Өйткені аштықпен емдеуді дәріптеген мақалаларды ақпарат құралдарынан жиі оқығандықтан, оның өмірде де қолданып жүргенін бағамдауға болады. Алайда дәрігерлер аштықпен емдеудің зияны көп екенін айтады. Күні бойы қарны ашқан шөлдеген адамдар бірінші шай ішеді, одан жаңағы құнарлы тамағын жейді, содан кейін барып жаңағы жаны жай тауып кішкене тыншиды. Ал енді ашығу кезінде тек қана су ішуге болады. Су ішуге болады. Ашығу кезінде. Басқа тамақ ішуге болмайды. Ал енді оның теріс жақтары бар. Ашығудың теріс жақтары бар. Өйткені адам мүлде қоректік заттар қабылдамаған соң, оның организміне ана тіршілігін сақтау үшін қуат керек. Ол қуат тамақпен келеді. Сондықтан жаңағы ашыққан уақытта ана организм тіршілігіне қажет қуатты организм өзінің ішіндегі, өзінің денесінің құрамындағы қоректік заттарды пайдалану арқылы, соларды жою арқылы іске асырады жаңағы. Сондықтан бір майлар, бірінші майлар, бірінші көмірсулар жанат организмде қуат үшін, ал көмірсулардың мөлшері организмде көп емес. Бауырда тек 200 грамм ғана гликоген бар. Қорымыз, көмірсудың қорлары. Сол бірінші жанып кетеді, бірінші суткада жанып кетеді, ашыққан уақытта. Одан кейін барып майлар жана бастайды. Майлар жанған уақытта жаңағы сұлу болам дейтін қыз келіншектер арықтай бастайды. Сөйтіп майлар жанып азая бастайды, дене салмағы азая бастайды. Бірақ жаңағы майлар жанған уақытта организмде қосымша су пайда болады. Эндогенный су дейміз, эндогендік су. Эндогендік су жаңағы зәрмен шықпаса, онда дене салмағы ары қарай азаймай тұрып қалады. Сол уақытта жаңағы дәрігерлер жаңағы артық су, эндогендік суды организмнен аластау үшін жаңағы зәрі жүргізетін дәрілер береді. Содан барып, әбден жаңағы май қоры азая бастаған уақытта организмге өте қажетті белоктар, тағамның ағуызы белоктар жана бастайды. Бұл организмге түсетін ең үлкен ауыртпалық осы болып есептеледі. Өйткені белоктарды жандыруға болмайды. Ондай мақсатпен. Белоктар адамның организміне гормондар, ферменттер, және тағы басқа антителалар, қорғануға қажетті заттар, соларды құру үшін белоктар қажет. Ал белок жанып организмдегі қоры азая бастаса, ол организмге өте зиян болады. Ораза пышақсыз операция. Өз тәжірибелерінде оразамен емдеуді кеңінен пайдалана бастаған неміс ғалымдары осындай қорытынды жасаған. Сондықтан ораза тұту рухани әрі материалдық медициналық диета саналады. Нәпсінің қалауынша тынбастан ішіп жеу денсаулыққа ғана зиян тигізіп қана қоймайды. Алдына келген астың адал арамдығын ажыратпастан асай беруге дағдыландырады. Сондықтан көбіне күнәлі әрекеттерге бастау болатын нәпсінің жүрек пен рухқа бағынуы қиындай түседі. Ал қасиетті Рамазанда бір ай бойы нәпсі ораза арқылы тәртіпке бағына бастайды. Жаратқан Раббымыздың бұйырған әмірлеріне бас июді үйренеді. Халқымыз да о бастан ауру астан деп түйіндеген. Оның пайдасы бірінші адамды өзін-өзі ретпен белгілі бір уақытта тамақ ішуге үйретеді. Адам өзін-өзі бақылай алады, өзін-өзі ұстай алады. Соған көзі жетеді. Ораза кезінде бұл адамдар сол жаңа тәртіпке, жаңа тамақ ішу ретіне үйренуге мәжбүр болады. Бұл оразаның ең маңызды пайдасы деп есептеймін. Екінші, ораза тұту кезінде мұсылман қауым әсіресе жастар жағы имандылыққа бет алады. Алла тағаланың жазып кеткен жаңағы ережелерін сақтауға тырысады. Жаңағы
ренжімеу, әртүрлі қылықтарға, әрекеттерге жол бермеу сияқты сондай ережелер бар ғой ораза кезінде. Жалпы мұсылман дінінде ондай ережелер бар. Соны сақтауға жаңағы адамдарды соған үйретеді. Бұл оразаның жаңағы пайдалы жағы деп есептеймін. Үшінші пайдалы жағы сәл болса да организмге жаңағы тамақты аса көп ішпей жаңағы түсетін ауыртпалықты азайтады ораза сақтау. Ауруды жаратқан Алла, шипасын да беретін Алла. Мінекей шипасы. Сондықтан біздің өз қазақтың мақалы бар емес пе? Ішің ауырса, аузыңды тый. Мінекей қандай айтылған дұрыс. Сондықтан мен Құдайға шүкіршілік жасаймын. Тәубе деймін. Шүкір Алла деймін. Менің осыны түсініп, ораза ұстап жүргеніме Құдайға шүкіршілік жасаймын мен. Яғни мен дәрігерлік жағын сіздерге айтып тұрмын. Яғни ораза кезінде ораза ұстасаңыздар, ораза кезінде ораза ұстау оңай, себебі бәрі ораза ұстап жүр. Алла тағала бүкіл тозақтың есігін жауып, бүкіл шайтандарды кісендеп, перішелердің бәрі жерге түсіп бізге керемет жағдай жасап тұр. Ойбай, күн ыстық екен, шөлге қайтып шыдайсың деген. Мен Алматыда жүріп айтамын, Құдайға шүкір, Шымкенттегілер қайтып ұстап жатыр. Ташкенттегілер қайтып ұстап жатыр. Аравиядағылар қайтып ұстап жатыр. Күн шығады, батады ғой, барлық жерде бірдей ғой. Мінекей, сондықтан Алланың осындай жасағаныңа Құдайға шүкір. Алланың сүйікті пайғамбары, біздің сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның осыны бізге үйретіп кеткеніне шүкір Алла, тәубе деймін. 2005 жылы қажылық парызын өтеген Уәлихан Қошқарәліұлы сол кезден бастап аптаның дүйсенбі бейсенбі күндері ауыз бекітеді. Осылайша балалар дәрігері пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам сүннеті бойынша ораза тұтудың кереметін тіршілігімен түйсінген жайы бар. Яғни ораза ғибадаттың ең үлкені деп пайғамбарымыздың тағы хадисі бар. Мінекей, сондықтан мен әшейін жай күндерде дүйсенбі бейсенбі оразада болғандықтан маған ораза оңай ұстау. Мен соның арқасында ораза ұстау арқылы өзімді өте сергек сезінемін. Сергекпін мен. Ұйқым да сергек. Ұйқым аз, бірақ сергекпін. Мен барлық уақытта кереметпін. Керемет. Мен тамақты ойламаймын. Біз енді жанды апаратпыз ба жаңағы? Азаннан кешке дейін тек тамақ ішіп төретпен тамақтың арасында жүгіріп жүретін адам сияқтымыз. Оның бәрін тастау керек. Аурудың бәрі тамақтан. Американдық ғалымдар мұсылмандар оразасының ағза жұмысын жақсартып қана қоймай, өмір жасын ұзартатынын ғылыми тұрғыда дәлелдеді. Олар адамдар мен сүтқоректілер арасындағы ашығу мен өмір ұзақтығын түсіндіретін жасуша механизмін анықтады. Яғни ағзаға белгілі бір мерзімде ешқандай тағам түспесе, ол жасушадағы қартаю процесін тежеп, құрамын жаңартады. Ал бұл ағзаның жасару арқылы өмірінің ұзаруына ықпал етеді. Оразаның сөздік мағынасы бір нәрседен алыстау. Шариғат терминінде ораза ұстауға күші жеткен адамның ниет етіп, таң қараңғысынан бастап күн батқанға дейін оразаны бұзатын нәрселерден сақтану. Ал заманның үлкен ойшылы Имам Ғазали оразаның 3 түрі бар екендігін айтады. Бірінші, жалпыға тән ораза, яғни ішіп жеуден, жыныстық қатынастан аулақ тұру. Екінші, Алла тағаланың елден ерек құлдарына тән ораза. Бұл көз бен құлағын, аяқ қолы мен өзге де мүшелерін күнәдан сақтау. Ал үшінші, Алла тағалаға жақын адамдардың оразасы. Жүрегі мен ой сана әлемі Алла тағаладан өзге нәрседен пәк болу. Бірақ діннің байрағын желбірету жолында дүниені ойлаудың айыбы жоқ. Бұл толық адамның бейнесі. Ал адамзаттың абзалы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам оразаны теңдессіз құлшылық деп бағалаған. Өйткені Алла тағаланың алдында сауап жағынан оразамен тең келетін бірде-бір ғибадат жоқ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان